жалпы жасушаларды соматикалық және жыныс жасушалары деп қарастырамыз. Соматикалық жасушаларға дене жасушалары жатады, яғни хромосомалар жиынтығы диплоидты не болмаса жұп жиынтықты айтамыз. Яғни диплоидты жиынтықтар бұлар латынша 2N таңбасымен белгіленеді. Ал жыныс жасушалары аталық және аналық жыныс жасушаларын айтамыз. Яғни гаметалардағы хромосома жиынтығы дараланған тақ не болмаса гаплоидты жиынтық латынша 1N таңбасымен белгіленеді. Хромосомалар дегеніміз тынықы жіпшелерінен тұратын созылыңқы тығыз денешік. Кез келген өсімдік не болмаса жануар түрлерінің жасушаларында хромосомалардың нақты тұрақты саны болады. Тынықысы жоқ жасушалар көбеюге қабілетті емес. Хромосома мөлшері, өлшемі мен пішіні бір көп жасушалы ағзалардың барлық жасушаларында ғана емес, бір түр дараларының барлығында болады. Әр түрлерде хромосома саны да әртүрлі болады. Бір түр екінші түрден осы хромосомалардың санына байланысты ажыратылады. Әр түрдің хромосомаларында сол түрдің тұқым қуалау қасиеттерін сақтайтын генетикалық ақпараттар болады. Бір түрдің ядросындағы хромосомалардың толық жиынтығын диплоидты деп атаймыз, ал оның жартысын гаплоидты жиынтық деп атаймыз. Яғни жұп жиынтық диплоидты, тақ жиынтықты гаплоидты жиынтық деп атаймыз.